Жердің ғарыштағы дәл осы орны мінсіз екенін білесің бе? Егер жер күннен бар жоғы 10%-ға жақынырақ болса, қатты ыстықтан тіршілік түгел күйіп кетер еді. Ал 10% алысырақ орналасса, шектен тыс суық орнап бүкіл планета қатып қалар еді. Егер жер 10%-ға жылдамырақ айналса, секундына 300-400 километрге дейін жететін жойқын желдер пайда болар еді. Ал 10%-ға баяу айналса, күннің астында тым ұзақ қалу салдарынан күндізгі температура 60-тан 80 дәрежеге дейін, ал түнде -40-тан -50 дәрежеге дейін төмендер еді. Күннің температурасы да жерде өмірдің пайда болып сақталуына дәл есеппен үйлестірілген. Айдың тұрақты айналасы судың тоқтап қалуына жол бермей, жер осының тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Ал Юпитер ғаламшарда өмірге қауіп төндіруі мүмкін астероидтар, метеориттер мен кометалардан қорғайтын табиғи қалқан іспетті. Егер Юпитер күнге 10%-ға жақынырақ болса, ол Венераны қорғар еді, ал 10%-ға алысырақ болса, Марсты қорғайтын еді.